Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі. Бұл видеоны міндетті түрде 10-11 сыныптың оқушылары қарасын, себебі мен қазір 2021 жылы ЕНТ-дағы жаңалықтар туралы. Жалпы 2021 жылы ЕНТ қалай өзгеріп жатыр, не жаңалықтар бар, жалпы сол тақырыптарда ақпарат айтатын болам. Негізі 2 күн бұрын, яғни 19 ақпан күні Закон.kz сайтында Қазақстанның ғылым білім вице-министрі Мирас Дәуленов сол сайтқа сұхбат берген болатын, яғни ОБТ жайында, ОБТ туралы қандай өзгерістер болып жатқан, және де оны 20 ақпан күні Қазақстанның ғылым білім министрлігінің тікелей сайтында жариялап, шынайы ақпарат екенін көрсеткен болатын. Жалпы бүгінгі видеода осы мақала бойынша ақпараттар айтылатын болады, қандай өзгерістер бізді күтіп тұр, не өзгерістер болып жатыр, және де 2021 жылғы түлектер ЕНТ-да нені күту керек деген жалпы тақырып болмақ. Ендігі ең бірінші өзгеріс, ең бірінші айтылатын ақпарат ол электронды форматқа көшіру. Жалпы соңғы 2-3 жылда ЕНТ-ні электронды форматқа көшіру деген секілді ақпараттар көп болды. Өзгереді, әне өзгереді, міне өзгереді. Сонымен 2021 жылы толықтай ЕНТ электронды форматқа өзгерді. Және де алғашқы пробный тесттерде осылай болып жатыр. Енді шынымен де осы жылы электронды форматқа толықтай көшіп, ЕНТ электронды форматта өзгеретіні анық болды. Негізі көптеген оқушылар қорқады, электронды формат деген қалай болады екен, қиын болады екен деген секілді, бірақ электронды формат салыстырмалы тұрғыдан бұрынғыдан қарағанда әлде қайда жеңілірек. Себебі біз өзіміз ЕНТ тапсырған кезде үлкен минустардың бірі ол уақыттың кетуі, яғни қағаз түрінде белгілеген кезде қалай болғанда да 4 сағаттың 1 сағаты соған кететін. Екінші минустардың бірі, егер де сен бояп жатқан кезде басқа вариантты бояп кетсең де тағы да балың есептелмейді. Осындай қағаз форматындағы ЕНТ-ні электронды форматқа көшірген кезде бұл минустардың барлығы ескеріліп, алып тастағаннан кейін оқушыларға әлдеқайда жеңілірек болмақ. Себебі электронды форматқа толтырған кезде, ЕНТ-ні компьютерға арқылы өткізген кезде, сен біріншіден вариантты қате белгілеп қойсаң да, қайтадан сол сұрағыңа барып, екінші сұрағыңа барып, сен вариантты өзгерте аласың. Екіншіден жаңағыдай сыртқа шығып кету, немесе боялмай қалу, немесе екі пәні орнын алмастырып қалу деген секілді жағдайлар болмайды, және де ол үлкен көмегін тигізеді. Сол себепті де егер де сіздер электронды форматтағы ЕНТ-да қорқып жүрсеңіздер, одан қорқудың қажет жоқ, себебі ол үлкен бір плюс болып саналады. Жалпы электронды формат туралы барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Кішігірім білмейтін жандарға түсіндіріп кеткен болатын. Және де осы бағытқа байланысты мен айтқым келгені, біз университет кезінде осындай тесттерді тапсырған кезде, кей кезде жалпы сайт немесе компьютер қатып қалатын, және де сол кезде сіздер егер де вдруг сіздерде ЕНТ компьютер қатып қалып жатса, міндетті түрде қорықпай тексерушілерге айтсаңыздар. Яғни егер де сіздер алдын ала соны айтсаңыздар, сіздер 0 балл алып қалудан, жалпы сондай қауіпті сіздер алдын аласыздар. Ол үлкен мәселе. Енді ЕНТ кезінде ол нәрсе болмайтын шығар деген ойдамыз. Себебі электронды форматты ауыстыруға көп деген IT мамандары, автоматтандыруға қатысты көп деген мамандар жұмыс жасап жатыр. Бірақ соның өзінде де вдруг болып жатса, міндетті түрде қорықпай тексерушіге айтып, компьютер немесе приложение қатып қалғанын айту керек. Сол кезде сіздер жалпы қате жауап шығудан, және де балыңыз мүлдем шықпай қалудан, сондай жаман жағдайда жалпы алдын алатын боласыздар. Екінші өзгеріс ЕНТ-дағы сұрақтардың өзгеруі, және де балдардың өзгеруі. Соңғы 2 жылдықтағы ЕНТ кезінде тарих пен математикалық сауаттылық 20-20 сұрақтан әрқайсысы 20 балдан болатын. Қазіргі таңда осы екі пән 15-15 сұрақтан 15-15 балл болып өзгертілді. Оқу сауаттылығы дәл сол 20 сұрақ 20 балмен қалды, ал бейімділік пәндері 35 сұрақтан 45 балға өзгерді. Яғни екі бейімділік пәні 45 балдан 90 балл, математика мен тарих 15-15 балдан 30 балл, яғни 90-ға 30-ды қостық 120 балл болды, және де оқу сауаттылығымен 20 балл болып, сонда общий 140 балл болды. Бұрындарда 140 балл болған, бірақ кішігірім пәндердің арасындағы кейбіреулердің балын көбейтіп, кейбіреулердің балын азайтқан болатын. Вице-министрдің сұрақтар бойынша екінші айтқан өзгерісі ол контексті тапсырмалардың пайда болу, яғни бір сөзбен айтқанда жағдаяттық тапсырмалар. Яғни осындай жағдаяттық тапсырмаларды қосып, ЕНТ-ні сәл кішігірім күрделендірді десек те болады. Яғни ол қалай? Сіздердің бейімділік пәндеріңізге белгілі бір жағдайды береді, белгілі бір суретті береді. Сол суретке байланысты 5 сұрақ нақты сол суретке байланысты, сол тапсырмаға байланысты болады. Яғни осындай кішігірім өзгерістер енгізді. Және де үшіншісі, енді барлығымыз білеміз, әр жыл сайын ЕНТ-ның сұрақтары 30%-ға өзгеретіні, яғни бұрынғы
сұрақтар 2019 жылы, 2020 жылы келген сұрақтар қалады. Жай ғана сол базадағы 30%-ды өзгертіп, жаңа сұрақтарды енгізеді. Оған аса қатты қорқудың қажеті жоқ, себебі әр жыл сайын негізі ентіға 70%, 60-70% бұрынғы форматтағы сұрақтар, ал 30-дан сәл жоғары пайызы жаңадан сұрақтар қосады. Және де ентінің электронды форматқа өзгеруі сұрақтарға еш қатысы жоқ. Яғни бұрындары ентіде қандай сұрақтар келді, дәл сондай сұрақтар электронды форматта да келеді. Просто көбісі ойлайды, электронды форматқа өзгерген соң толықтай енті өзгеріп кетеді, мүлдем басқаша болып кетеді деген секілді. Электронды формат жай ғана қағаз форматындағы ентіні компьютерге енгізді, ал бұрынғы сұрақтар қала береді. 70%, жай ғана сұрақтарға 30% өзгереді. 2021 жылы болатын тағы да бір өзгеріс, ол ентіні ұбт-ны, яғни бірнеше рет тапсыру мүмкіндігі. Егер де сіздер ақылы бөлімге түсетін болсаңыздар, ентіні сіздер наурыз айында тапсырасыздар. Ал егер де сіздер грантқа түсуге бақ сынайтын болсаңыздар, онда сіздер сәуір, мамыр және де маусым айларының ішінде, яғни 3 айдың ішінде, нақтырақ айтқанда 100 күннің ішінде сіздер 2 рет енті тапсыруға мүмкіндік аласыздар. Бұрындары ентіні тек қана бір рет тапсырып, сол бір ғана тапсырғанның нәтижесіне байланысты грантқа өзіңіздің бағыңызды сынайтын болсаңыздар, жаңағыдай айтып кеткендей сіздер енді бірнеше рет ентіні тапсырып, сол ентінің нәтижесіндегі ең үздігін таңдап, соған бағыңызды сынасаңыздар болады. Және де ол ентіні, мысалға, бүгін тапсырып, ертең бірден тапсырсаңыздар болады, немесе арасына 1 ай салып, 1,5 ай салып, немесе 2 апта салып, ентіні тапсырсаңыздар болады. Бірақ менің айтарым, мысалға, сіз ентіні 17 сәуір күні тапсырсаңыз, тапсырып болғаннан кейін, нәтижеңізді білгеннен кейін, сосын барып, сол нәтижеге байланысты қандай сұрақтар келді, қандай сұрақтар келмеді, не өзгерді, не өзгермеді деген секілді барлығын біліп алғаннан кейін, түсініп алғаннан кейін, кішігірім тағы да 1,5 ай дайындалып, сосын немесе 2 аптаның төңірегінде дайындалып, екінші рет ентіні тапсырған жөн. Өйткені сіздер бір тапсырғаннан кейін жүгіріп барып, ертеңіне енті тапсырсаңыздар, екіншісін немесе 1 аптадан кейін тапсырсаңыздар, нәтижелеріңіз керемет болады деген сөз жоқ. Және электронды форматтың үлкен бір плюстарын айтуды ұмытып кеттім, осы кезде айта кетейін. Бұрындары енті тапсырған кезде нәтижесін, мысалға ентінің 12-де тапсырдың, нәтижесін кешке 5-6-ларға таман білетін болса, қазіргі таңда ентінің нәтижесін ентіні тапсырып болғаннан кейін, завершить еткеннен кейін, яғни дәл сол уақытта білуге мүмкіндік туып отыр. Яғни ол үлкен плюстардың бірі болып саналады, себебі біз 12-де, 11-лерге тапсырып шығасың, сен ентінің нәтижесін кешкі сағат 5-6-ларда білесің, және де ол 5-6-ларда қаншама түлектер бір уақытта кірген соң ол сайт қатап көре алмай, сондай бір кішігірім стрессовать ететінбіз. Қазір ондай жоқ. Тағы да бір екінші плюстардың бірі, осыған байланысты апелляцияны сол моментте беруге болады. Яғни егер де сіздер біліп тұрсыз, мысалға, тарихтан 15 балл жинауыңыз керек, бірақ сізде 13 баллды көрсетіп тұрса, онда сіздер сол моментте тексерушіге айтып, сол арқылы апелляция беруге болады. Бұрындары апелляцияны 1 күннен кейін, 2 күннен кейін мұғаліммен барып, очередьте тұрып, сөйтіп беретін болса, қазіргі таңда жеңілірек болды. Енді вице-министрдің айтқан соңғы жаңалықтары карантиннің әсері және қауіпсіздік. Енді карантиннің әсері өтіп қатты өзгеріс болмайды. Кәдімгідей маска киіп жүрсеңіздер болды, өзіңізбен бірге антисептик болса болды. Бастысы ара қашықтықты сақтап жүрсеңіздер болды. Енді қауіпсіздік бойынша кәдімгідей әр жыл сайын болатындағыдай металлоискатель болады, тексерушілер болады. Бірақ тексерушілер, мысалға, бұрындары бір аудиторияда 4-5 тексеруші болса, қазіргі таңда тек қана бір тексеруші болады. Себебі сіз енді тапсырып жатқанда біріншіден аудиторияда бір камера болады да, және де компьютердің сіздің алдыңызда бір камера болады. Яғни бұрындағыдай көп тексерушілер болмайды, тек қана сіздің алдыңызда бір камера болады. Соның әсеріне сіздер ешқандай шпорға, телефонға сенбейтін боласыздар. Сонымен достар, 2021 жылы ентіде осындай өзгерістер болады. Жалпы бұл ақпарат нақты әрі шын, сенсеңіздер болады. Және де міндетті түрде осы ақпаратты түлектерге жіберуді ұмытпаңыздар. Олар да ентіде қандай өзгерістер болатынын біліп жүрсін. Және де қосымша осы мақаламен толықтай танысып білгілеріңіз келсе, міндетті түрде Қазақстанның ғылым білім министрлігінің сайтына кіріп, осы мақаламен кішігірім танысып, оқып шыққандарыңыз дұрыс деп санаймын. Міндетті түрде біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де комментарийға осы ентідағы жаңа жыл болып жатқан өзгерістер дұрыс па, бұрыс па, сіздің ойыңызша тағы да қандай жаңалықтар енгізу керек, нені өзгерту керек, керісінше нені өзгертпеу керек екен комментарийға жазып, өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар.